Үрлегі шар әңгімесі. Екеуі сөйлесіп тұр. Оқушы: ұстаз, айтыңызшы, неге барлық танымал тәлімгерлер басқаларды кінәраттамау керек деп айтады? Бұл шынымен де соншалықты маңызды ма? Және неге? Деп сұрақ қойды. Тәлімгер әдеттегідей қойылған сұраққа тікелей жауап бергісі келмеді. Бірақ ол оқушыға ішінде балшығы бар резеңке шарды берді де, қарсы алдында тұрып, шарды үрлеуін бұйырды. Ұстаз: қазір саған не көрінеді? Деп сұрады. Сіз және шар. Одан да қаттырақ үрле, деп бұйырды тәлімгер. Оқушы одан да қатты үрледі. Шардың көлемі артты. Енді сенің көру аймағыңа не кіреді? Мен сізді көріп тұрған жоқпын, бірақ ішінде лас дақтары көп шарды көріп тұрмын, дейді оқушы. Қатты үрле, одан да үлкен болсын. Шар үлкен мөлшерге жеткенде, тәлімгер тағы да сұрақ қойды. Не көріп тұрсың? Тек лас шар, басқа ештеңе жоқ. Үрле, деп тәлімгер бірнеше қадам артқа басты. Оқушы тағы да ұстазының айтқанын тыңдап, қатты үрлеуді жалғастырды. Алайда доп көп ісінбеді. Кенеттен бам! Ол жарылып, айналаға барлық лас балшықты шашыратты. Оқушы тіпті ештеңе айта алмады. Жай ғана толығымен ластанған өзін өзі қарап қалды. Айналадағылардың қателіктері мен кемшіліктеріне назар аударатын болсаң, дәл осылай болады. Айыптаудың кесірінен саған адамның өзі көрінбейді. Сен тек кез келген уақытта өзіңді де, өзгелерді де былғап тастайтын өзіңнің жаман ойларың мен эмоцияларыңды байқайсың. Тәлімгер сөзін аяқтады да кетіп қалды. Ал оқушы өз ойларымен жалғыз қалды.